Бүгінгі тыңдайтын ертегілерің Аладдин. Баяғыда араб елінің кең жазира даласында Жаппар деген зұлым сиқыршы өмір сүріпті. Ол Ғазын атты ұрыға ақша төлеп, алтын қоңызды қолына түсіреді. Сиқыршы оны көкке көтергенде, қоңыз жан жағына сиқырлы шуақ шашып, құмды шөлге қарай ұша жөнелді. «Тез, қалмай жүріп отыр, Ғазын!» деп айғайлады сиқыршы Жаппар. Қоңыз оларды ғажайып үңгірге алып келді. Жаппар Ғазынға үңгірге кіруді бұйырды. Ғазынның кіргені сол екен, алдынан алып жолбарыс атып шықты да, «Мұнда тек бір ғана адам кіре алады!» деп ырылдады. «Ол таза алмас!» Сөйткенше үңгірдің аузы тарс жабылып, Ғазынды тірідей көміп тастады. Жаппар болса атының басын артқа бұрып, ішінен, «Мен ол таза алмасты қалайда табуым керек!» деп күбірледі. Таң атты. Ағраб қаласындағы базар. Сеңдей соғысқан ығы-жығы халық. Аладдин атты ашқұрсақ жетім бала бөлкен наннан көзін алар емес. Асқазаны шұрылдап, қарны ашып барады. Ол шыдай алмай ақырын қолын созды. «Тоқта, ұры!» деп айғай салды сұлтан сарайының күзетбасы. Аладдин қаша жөнеліп, қара құрым халықтың арасына сіңіп жоқ болды. Ол жұпыны лашығына келді. Жанында жақсы көретін маймыл досы Абу бар еді. Ол сарайға қадала көз тастаған қалпы, «Әйтеуір бір күні бізде байымыз, сөйтіп ештеңеден тарықпайтын боламыз» деді. Алайда осы сәтте сарайдағы сұлу ханшайым да сарыуайымға салынған еді. Себебі 3 күннен соң әкесі Жасмин ханшайымды бұрын соңды көрмеген бір ханзадаға күйеуге бермекші. «Мен сүйген адамға ғана қосылғым келеді», деді Жасмин әкесіне. «Бәлкім бұдан былай ханшайым болғым келмейтін де шығар». Сұлтан қызының сөзін естіп ойға қалды. Ол қызын жанындай жақсы көретін еді. Сондықтан амалы құрып, жантая бергенде алдынан бір көлеңке шыға келді. Бұл Жаппар еді. «О, менің сенімді кеңесшім», деді сұлтан. «Айтшы, Жасминді қайтсем екен?» «Алаң болма, бәрі өз орнына келеді», деді Жаппар. Ақырын ғана қолымен сұлтанның жыланбас таяғын ұстап. Аса таяқтағы жыланның жылтыр көздері қып-қызыл боп жанып, сұлтанның басын лезде айналдырып тастады. Арбалып қалған сұлтан сиқыршыға саусағындағы сиқырлы көк қауқартасы бар жүзігін шешіп берді. Енді Жаппар оны әлгі таза алмасты табуға пайдаланбақшы. Жаппар өз жоспарымен әлек болып жатқанда, Жасмин ханшайым да сарайдан қашуға бел буды. Жанына жолбарысын ертіп, сарайдың биік дуалына жақындап келді. «Кешір, Раджа, мен мұнда енді қала алмаймын. Егер қалсам, мені еркімнен тыс бөтен біреуге күйеуге бермекші. Мен сені сағынатын боламын», деді. Сөйтті де, ол дуалдан секіріп түсіп, сарайдан қашып шықты. Жасмин базарға барып, онда бір кішкентай балаға көзі түсті. Жеміс сатушысының сөресінен бір алманы алып оған ұсынды. Жасмин бұл үшін ақша төлеу керек екенін білмейтін. «Ұры!» деп айғай салды саудагер. Осы сәтте Аладдин көмекке жетіп, «Ол бар болғаны ұялып қалды ғой», деп елдің көзін ала бере Жасминді қолынан жетектеп қаша жөнелді. Екеуі базардан алыстап кеткенде Жаппар өзінің құпия бөлмесіне енді. Ол сұлтаннан ұрлаған жүзігін көкке көтеріп, «Таза алмасты көрсет», деп бұйырды. Сол кезде жүзіктің бетінен Аладдиннің бейнесі көрінді. Бұл кезде Аладдин мен Жасмин шатырдағы Аладдиннің лашығында отыр еді. Жасмин бектен сарайға көз тастады. «Сен қайдан боласың?» деп сұрады Аладдин. «Ол енді маңызды емес», деп қысқа қайырды Жасмин сарайдан көзін алып. Кенет баспалдақтың сықырлаған дыбысы естіліп, әлде кімдердің келе жатқан дауысы естілді. Біреулер сатыны сындыра жаздап көтеріліп келеді. Бұл шатырға өрмелеп келе жатқан сақшылар еді. Аладдин мен Жасмин қаша жөнеліп еді, алайда оларды ұстап алды. Жасмин бетпердесін ашып, «Оны дереу босатыңдар, мен ханшайым Жасминмін, сендерге бұйырамын», деді. Ал күзетбасы болса қабағын түкситіп, «Мен тек Жаппардың ғана бұйрығын орындаймын», деді. Олар Аладдинді қамап тастады. Енді ол Жасминді ешқашан көрмейтін болды. Аладдиннің жанында жатқан бір кәрі шал оның әңгімелерін, басынан өткен оқиғаларын тыңдады. Тыңдаған соң ол: «Егер сен менің айтқанымды орындасаң,
бай боласың, деп сендірді ол. Сөйтіп, шал әлгі құпиясын Аладдинге айтты. Аладдин Жасминді қайта көру үшін бәріне дайын еді. Кәрі шал Аладдин мен Абуды шөл даладағы ғажайып үңгірге алып келді. Ол Аладдин мен Абуды сиқырлы шамды тауып әкелуге жұмсайды. Жолбарысты үңгірдің аузы Аладдинді таза алмас деп ойлап, ішке кіргізді. Кіруге рұқсат, бірақ шамнан өзге ештеңеге қолыңды тигізуші болма, деді ол. Аладдин мен Абу алтын толы қоймаға тап болды. Ол жерде сиқырлы кілем де бар еді. Аладдин кілемнен: «Бізге сиқырлы шамды табуға көмектесе аласың ба?» деп сұрады. Кілем оларды үңгірдің ең түбінде орналасқан терең көлге алып келді. Көлдің тура ортасында шам тұр еді. Аладдиннің оған жақындап келіп, қолына ала бергенде, маймылының шиқылдап даусы шықты. Ол үңгірден жарқыраған асыл тасты көріп қалып, қолына ұстап алыпты. «Жоқ, Абу, таста!» деп Аладдин айғай салғанша тым кеш болды. «Сен рұқсат етілмеген қазынаға қол тигіздің!» деді жолбарыс ақырып. Олар жандармен үңгірдің аузына қарай атылды. Енді жете бергенде Аладдиннің аяғы шалынып құлап түсті. Үңгірдің сыртында аңдып тұрған шал қолын созып: «Шамды маған бер!» деді. Аладдин шалға шамды ұстатқаны сол-ақ еді. Ол оны жұлып алып, Аладдинге шығуға көмектеспестен бұрылып кете барды. Енді Аладдин мен Абу ажал тырнағында қалды. Кенет шалдың қолындағы шам жоқ болып кетті. Оны ұшқыш кілеммен қалықтап келіп, қолынан қағып әкеткен Аладдин еді. Ал ашуға мінген кәрі шал ыза боп сақалын жұлып тастады. Сөйтсе, ол бет-жүзін өзгертіп алған сиқыршы Жаппар болып шықты. Аладдин шамды ысқылап еді, ішінен жын шыға келді. Ол әлгі 3 тілекті орындай алатын жын еді. Бірақ алдымен ол Аладдинді үңгірден аулаққа алып кетті. Енді олар азат. Аладдиннің бірінші тілегі: «Мені ханзада ет!» болды. Сол-ақ екен, ол нөкерлермен бірге қала ішінде кетіп бара жатты. Нөкерлері оны тура сұлтан сарайына келді. Өзін Әли Баба ханзадамын деп таныстырып, Жасминге өзіне күйеуге шығуға сөз салды. «Мен сізге ұтып ала салатын жүлде емеспін!» деп Жасмин теріс бұрылып кетіп қалды. Сол күні түнде Аладдин Жасминнің бөлмесіне барып, ұшқыш кілемін көрсетті. Жасмин кілеммен саяхаттап қайтудан бас тарта алмады. «Сен әлгі базарда кездескен баласың ғой», деді Жасмин. Ол енді Жасминнің ханзадасына айналды. Аладдиннің ісі алға басып, бақытты күн кешіп жатты. Бірақ ашуға булыққан Жаппар Аладдин мен Жасминнің үйлену тойына кедергі жасауды ойлады. Оның тотығысы Аладдиннің шамын ұрлап әкетті. Сөйтіп Жаппар: «Мені бүкіл елді уысында ұстайтын жоғары мәртебелі сұлтанға айналдыр!» деп тілек тіледі. Жын оның айтқанын істеді. Сосын Жаппар Жасминді үлкен құм сағаттың ішіне сиқырлап тастап, ал Аладдиннің өзін зынданға тастатты. «Бәрібір жынның күші сенен асып түседі!» деп айғайлады Аладдин кәрі сиқыршының ашуына тиіп. Сол екен, Жаппар бірден: «Мені ең күшті жынға айналдыр!» деп тіледі. Ол сол сәт жындардың бәрі шам иесіне бағынатынын ұмытып кеткен еді. Барлығын құтқарған үшін сұлтан қызы Жасминді Аладдинге тұрмысқа берді. Аладдиннің 3-ші тілегі шамның бұрынғы жынын бостандыққа шығару еді. Жын оларды құшақтап, қимай қоштасты. Өйткені ол енді еркін, бірақ Аладдинмен араларынан қыл өтпес дос болып қалды.